Ассалаумағалейкум ауылдастар. Бір хабарландыру айтайын деп. Мына білесіздер, біздің ауылымыз волейбол десе жеген асын жерге қойып волейбол ойнайтын жастарымыз бар. Барлығымыз үлкендерімізге шейін волейболды жақсы көреміз ғой. Соған ақылдасқан әңгімен ауылымызға бір хабарландыру. Осы Жызақ облысынан келген қандастар бәрі жиылып ауыл болып волейболдан жарыс өткізсек па деп бастамасын мынау Темірязев ауылынан келген ағайындарымыз бастап берді. Былтыр жақсы жарыс өтті былтыр. Енді соны кезекті біздің осы Ташкент совхозға бұйырып тұр екен, биыл өткізсек деп. Үлкендеріміз бар, інілеріміз бар, бәріміз жабылып осы жарысты бір жақсылап өткізсек қалай қарайсыздар? Бір ас беріп, мынау қанша адам өмірден өтіп жатыр, соларға арнап бір Құран оқытып, мына январдың 4-іне деп өзіміз ақылдасып отырмыз. Сіздер де айтасыздар тағы да мына күн деп күнін шешсек, сол жарысты жабылып бәріміз өткізсек қалай қарайсыздар? Спорт деген жақсы ғой, бұл жастарымызға, балдарымызға келешекте осыны жалғастырып кетсе. Енді кездесіп ауылдың адамдар жылына, енді бізде наурыз айында жылда өткізіп жүрміз. Осыны енді бір облыстың көлемінде, облыстан осы қанша район бар Жызақ облысында, қаншама совхоз бар, сол жерден жиналып 10 команда жинала ма, 8 команда жинала ма, сол жарысты өткізсек па деп ниет қылып жүрміз. Соны енді Нұржан, білесіздер, Ташкент совхоздың активный басында ұйымдастырып осы волейболды бала кезден ауылдан мектептен волейболды ойнап жүретін. Енді Нұржан қалай тәртіптерін түсіндіріп берсең, қалай болса деп ойлайсың? Ассалаумағалейкум, бүкіл біздің ауылдан келген Ташкент совхозының тұрғындары. Білесіздер, волейбол деген жақсы ойын. Ағайларымыз көп үйретіп кетті, орынбай ағайлар. Соның ішінде әйтеуір өзіміз де осы ойынға жастайымыздан қызықтық. Сол қызығып әлі ойнап келеміз. Жасымыз 44-тен асып, Құдайға шүкір, денсаулықтың арқасы, спорт денсаулықтың кепілі, достықтың кепілі. Мына облыс дәрежесінде ойнаған, ауылдың балдар ойнаған. Енді мына Жызақ облысы, Мырзашөл ауданынан біз өзіміз көп ойнадық Ташкент совхоздан. Былтырғы жылы олар эстафетаны бізге берілген. Темірязев совхозы ауылдың балдары ұйымдастырып істеп берді. Енді біздің кезек келіп тұр волейбол өткізетін. Бұл сын, бір жағы тарихи сәт, 10 жылда келе ма, 20 жылда келе ма, или мен өзім осы 44-ке келген кезде бірінші мәрте біздің Ташкент совхоз болып жиналып волейбол берейін деп жатыр. Айтайын деген бәріңіз 1960 жылғы ағалардан бастап Жамбыл мектебін, нөмір 6 Жамбыл мектебін бітірген екен, 2000 жылғы жігіттерге үйретіп бітірген екен. Сол аралықтағы жігіттер сбор жасасақ, ақша жинап, әлем өткізуге әрекет қылсақ, мақтаныш үшін емес, жай ғана спортта дамыту, жастарды спортқа баулу, ауыл мен ауыл араласу, спорт достық деп айтылады ғой. Одан кейінгі эстафетаны ары қарап беріп жата береміз. Шынымен әр жыл бұлар шынымен ақша береміз деген ойларыңыз болатын болса, Ташкент совхозының қоры бар. Сол қорға сала берулеріңізді тілейміз. Осы қысқаша Енді Нұржан, негізі қалай өз жерде қанша ақша жиналу керек негізі осы асты өткізу үшін өзіңнің ойыңда? Сен жарыстарға қатысып жүрсің ғой, сен осындай жарыстарға. Қазіргі осы жарысқа біз жүлде қорын 200 мың, 150 мың, 100 мың деп қойдық. Оған спонсор табылды. Бірінші орынға 200 мың, 200 мың, екінші орынға 150 мың, 150 мың, үшінші орынға 100 мың. Оның спонсоры бар. Тағабаев Орынбай ағайымыздың баласы. Ол спонсорлықты мен Дәурен класстасымыз. Орынбай Дәурен, ол атсалысып әкеме Құран оқылады. Бұл жерде кейін ең жақсы жерін айтайын. Өткен кеткен ағайларымыз бар, ұстаздарымыз бар, ақсақалдар бар ауылдың. Жалпы бәріне Құран оқытсақ, басты біріксек, қосылсақ, береке қайда десе бірлікте дейді ғой. Бірлігімізді көзге түсіп, бір жаңа жылдың 2026 жылдың жаңа жылын солай бастасақ деген дұрыс арман ниеттер бар. Енді спонсорлар шығып жатса, жаңағы Ташкент совхозының қорын білесіз барлығы. Соған сала берсе болады. Сен кеше былай айттың ғой бір жерінде, список жасадың дедің ғой. 2005 жылғы балдардан бастап, енді мына үлкен кісілерге дейін егер жыл-жылғып 100-150 мың теңгеден жинаса деп. Кемі 100-150 мың теңгеден нақты уақыт жоқ, бірақ қанша адам береді? Желательно, мысалы 40 жылғылар түлек бітірген екен, 2000 жылға дейін, 60 жылдан 2000 жылға дейін. Соның арасындағы енді мейлі 30 команда, 30 жылғы жігіттер беретін болса, 100 мыңнан беретін болса, 3 миллион теңге жиналады. 3 миллион теңгеге ас берсек, шапан шаттығы бар. Келгеннен кейін әйтеуір волейбол қандай болу керек екенін көрсетіп, шай беріп, жаңағыдай сыйластыққа, достыққа шақырамыз деген ниет. Дұрыс.
енді ол жерде қанша адам жиналуы мүмкін? Енді ауылдан келеді ғой екі олардың да жүз зрительдары иә бар, олар енді басқалары бар. олармен келген кезде олардан қонақтардан бір 50 или 60 адам келетін болса, бізден қалған Ташкент совхоздан болады. Жоба 250-300 адамға дастархан жайсақ деген ниет. Шапан Шымкент қаласында өткізеді. Шымкент қаласында, Құдай қаласа. Жақсы. Нақты уақыты жоқ, белгіленген уақытта, бірақ жылдың 2026 жылдың бірінші аптасында берсек пе деген ниет бар. Енді демалысқа Иә, туралап демалысқа жатса ғой. дұрыс келеді, ешкімге зиян келмейді, барып келуі бар. Мына алдын ала жіберіп жатқан себебіміз 2 ай алдын дайындалу керек, билет алып қою дегендей. Дұрыс. Басқа келетін қонақтарға хат жазып, Иә, оны қағазын шақыру жазу хатын жіберуіміз мақсаты керек. бар. Иә, мақсат. Енді бұл жерде мақсат бір нәрсені бастауымыз үшін бірінші бізде қанша ақшамыз, қорымызда қанша ақшамыз бар, соған қарап әрекет қылсақ деген ой ғой. Залды Былтыр мына Темірязев совхозының балдар берген кезде жүлде қоры қаншадан болды? енді ол кезде сбор қылды ғой, әр команда взнос тастады. 6 команда, осы 8 команда болды ол жерде әр команда 100 000 теңгеден алып келіп өзі Ақша жинады. ақша взнос жинап, взнос салып, сол взносты бөліп алып кетті. Біз енді ондай қылмасақ, ондай қылсақ та болады, бірақ Ташкент совхоз деген бәрімізге намысымызға тиеді ғой. Бір мақтану, рия үшін емес. Қаншама інілеріміз, қанша ағалар, бизнесмендер бар, арасында. Енді ауылдастар мынау әр ауылдың өзінің бір қызыққан бір спорт түрлерінен осындай бір жарыстар өткізеді да. Мынау Өскемен жақтар, қарасақ Семей жақтар бәйге береді. Осылай жиналып та ауыл болып бір той жасап, көкпар береді біз жақта. Мынау Шымкентте, Түркістан облысында көкпарға қызығады. Енді біздің ауылымыз енді өтірік емес, осы волейбол спорт түрін жақсы қызығады ғой балдар. Сол үшін енді жақсылап осыны ат салысып барлығыңыз қызмет қыламын дейтін жігіттер болса арамызда, ауылда қаншама кәсіпкер мықты жігіттер бар. Қызмет қылам, міне менен мынандай болсын деген бір нелер болса, ешқандай қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ. Мына қорда осыны жүргізіп, үлкен кісілерден комиссия залда не қыламыз, ұйымдастырамыз. Қанша ақша жиналды, қанша расход болды, бәрін есебін беріп, бәрін. Соны бір жақсылап осы тойды өткізсек деп ниет қылып жатырмыз. Бір жағынан бір кездесу, бір демалып қайтасыздар, бір күндік той болады, бір жақсы. Соған қалай қарайсыздар? Bir жағынан бір мәслихат, енді бір ауылымыздың чатына саламыз деп отырмыз осы видеоны. Егер сіздер қолдасаңыздар, ары қарай жақсылап тағы да бір шақыру қағаз жазып, осы Жызақ облысында қанша район бар, қанша ауыл бар, енді шарттарын да айтып кете салайық. Нұржан, бір жағынан оны да айтып жатыр. Обязательно қазақ азаматы болу керек. Одан кейін Жызақ облысында туылған болу керек. Ауыл, тек ауылдан шыққандар болу керек бір командада дейді. Өйткені енді жан жақтан мықты, мысалы үшін Ташкент облысынан, Сырдария облысынан қазақтар бар ғой, ол жақта тұратын қазірге. Мықты бір спортсменді әкеп қосылып ойнауға болмайды дейді. Тек ауылма сол ауылда туылған балдар қатысады. Қандай уровеньде спортсмен болса да, сол жерге өзінің несін байқап көруге болады, иә. Қысқасы, мен Ташкент совхозда туылып өсіп, Ташкент совхоздың командасында ойнамай, болмаса Гагариннен, болмаса Жуковтен, болмаса Темірязевтен ойнауға болмайды. Мен сол Ташкент совхозда туылдым ба, сол ауылда-ақ ойнауым керек. Сондай шарттары бар. Алматыдан бір команда. Жоқ, ондай өткен. Енді біздің ауылдан еш команда қосыла алады. Біздің ауылдан біз енді 10 команда қосыламыз десе де желающий өздері біледі ма? Өйткені біз жарыс бір күнде өткізе аламыз ба, үлгереміз ба? Енді командаға байланысты 10 команда болатын болса, 2 зал алып, 2 залда 2 этап өткізуге болады. Бір күнде бітіруге болады. Тренерлерді сырттан жалдайсыздар. Судьялар сырттан жалдайды. Судьялар. Ертең маған тартты, маған тартып кетті деген әңгіме болмау үшін. Енді спорт тазалық қой. Бәріңізді шақыратынымыз осы тойға, Ташкент совхозының бүкіл ауылының тойына қызмет етуге. Кім о қызмет деген кезде әртүрлі қызмет бар ғой. Біреу тілмен қызмет қылады, біреу қолмен қызмет қылады. Жігіттер осы қызметке шақырамыз бәріңізді. Екіншіден спонсорлыққа осыны демеп жіберсек, ауылдың бүкіл ауылымызға келіп жатқан абырой ғой. Соның бәріңізді демеуге, тойға қатысуға, құранда болуларыңызды тілейміз. Бұл той бір 81 жылғы жігіттердікі емес, бір 79 жылғы жігіттердікі емес, бұл той жалпы Ташкент совхозы. Жамбыл мектебін бітірген түлектердің бәрінің тойы деп білу керек. Сол үшін барлығыңыз келіңіздер, осыны ақылдасайық, тағы да сіздерден бір жақсы идеялар болса, оны айтыңыздар, осылай өткізейік деп тыңдап, осыны ақылдасып, бір апта 10 күннің ішінде ма,
егер шешім қабылдасақ, Уақытын Құдай берсек, қаласа уақытын белгілеп шақыру қағаз жіберейік бүкіл ауылдарға. Өйткені олар да дайындалу керек. мына жерде айтып өтетін жай, бір маслихат деген бұрын бір ауылда тұрдық қой. Ол кезде бір-бірімізге жақын едік. Қазір біреу Алматыда, бір жігіттер, біреу Астанада, біреу Шымкентте, біреу Жетісайда. Мынау қазіргі мына мобильный заманда осы телефонды пайдаланып, сіздерге осыны айтайын дедік. Досымыз екеуміз. Әйтеуір ауылдан бізден не қалады? Өтіп бара жатқан өмір, тарихи сәт, бүгінгі күн, ертеңге тарих. Сол үшін жігіттер, бәріңізге тілейтін денсаулық, тек жақсы күндер болсын, тойларда қызмет қылу нәсіп етсін. Ал ауылдың ағалар, інілер, барлығыңызға сәттілік, отбасыларыңыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Енді осы жарысты жақсылап өткізейік, Құдай қаласа. Бұл келешек өзіміздің арқамыздан келе жатқан ұрпақтарымызға бір өнеге болып қалсын. Олар да осыны жалғастырсын. Бүкіл облыс болып араласайық. Ол біздер қаншама адам осы Қазақстанға көшіп келдік. Соны жастарымыз ары қарай жалғастырсын. Бұл спорт деген өте бір күшті ғой. Атсалысыңыздар, Құдай қаласа. Інілеріміз бар. Енді мына жерде атын атап түсін түстемей ақ қояйық. Жетісайда, Алматыда, Шымкентте неше мықты інілеріміз өсіп келе жатыр. Қуанамыз. Енді осындай тойда қызмет қылмағанда қашан қызмет қыламыз, Құдай қаласа. Барлығымыз жұмылып бір жақсылап қызмет қылайық. Бәрімізге сәттілік тілеймін. Досым, жақсылап өткізіп алайық, Құдай қаласа.